Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Міне орманға келдім. Біздің Сартерек орманы деп атайды. Өте керемет жер. Общий жиыны 556 гектар. Мына ішінде чырғанақ деп айтамыз, орысша облепиха дейді. Қызылмия деп айтамыз, бәрі бар ішінде. Соны сіздерге таныстырып көрсетіп кетейін. Мен шөптің тамырын жинап жатырмын қазір. Сондай жағдай көрсетіп кетейін сіздерге. Мынау қазақша аты шырғанақ дейді міне. Шырғанақ, орысша аты облепиха. Түйін тастапты, түйіндері бар екен. Құдай қаласа биыл жемісін береді. Көрдіңіздер, мынандай түйіндері бар екен. Ол сентябрьде уже әдемі болып сарғайып сөйтеді. Бірақ тергенде бір қар жауғанда теру керек, күн суықта. Әбден майы тола, сол кезде пайдаланады тегінде. Оның пайдасы іште тұрған жараларды емдейді ғой, короче. Ең керемет. Табиғи емдік қой бұл, табиғи клей ғой. Сіздер көрсетіп кетейін, аты шырғанақ, орысша аты облепиха. Одан кейін қызылмия деп айтамыз, иә? Міне. Қызылмияның өз жапырағы өзі міне сондай майлы болады, өзі керемет. О да гүлдеп тұр екен, көрдіңіздер ме, мына гүлі бар. Ол қызылмияның орысша аты солодка дейміз, оның тамырын пайдаланады дегенде. Міне бала кезде біз постоянно осының тамырын жұлып аламыз да, жуып алып чайнап жүреміз. Чайнағанда біз оны жвачка деп қоямыз өзіміз, бірақ ұзын болады өзі. Метр қылып алып қалтамызға орап сабаламыз, чайнап. Шөл дегенде сол сілекеймен бірге жұтып жүресің. Оказывается, пайдасы сол кезде. Білмейміз ғой бала кезде, кішкентай кезімізде. Бұл қанды сұйылтып отырады екен. Қанды сұйылтқанда медицинада аспирин деп айтады ғой. Аспирин орнына табиғи дәрі ғой, қан сұйылтатын, қан тазалайтын осы солодка. Өте ғаламат нәрсе, Осын тамырын жинап болу керек. Шетелге бермей, айналайын қазақтарым, шетелге пайда жоқ, оларды байытқанша. Лучше өздерін теріп, тамырын жуып кептіріп, жинап алған дұрыс. Сақтап, турап, кептіріп, дорба бөшекке сап, чыт дорбаға кептіріп алу керек дегенде. Ерінбе керек. Ол өзіміздің байлық өзімізде болған дұрыс қой міне. Одан кейін сіздерге айтып кетейін, мың жапырақ деп айтады. Мың жапырақ. Мына сияқты болады міне. Гүлі мынандай түйін болады міне. Көрдіңіздер ме, әдемі? Жапырағы мынандай ұсақ жапырақ болады. Бұл мың жапырағыңыз, міне адамдарым іш ауырады ғой, ішке инфекция түсіп, дәреті тоқтамай, әбден ішті құртатын кезде осын мың жапырақты пайдаланады дегенде. Соны қайнатып жіберіп бұруысын. 1 литрға сап ішетін болсаңыз бар ғой, иә. Ішіңізді таптаза қылып шығарады тұры. Іште тұрған инфекция, вирус, және паразиттері құрт жібереді дегенде. Сондай жағдай ағайындар. Мына тұрған қалың долана, қызыл долана. О да керемет нәрсе, қан тазалайды, тамыры, дәні де. Дәнін кәдімгі чай сияқты есебінде шеберге болады. Қызыл долана, особенно пайдасы. Сол ағайындар. Аман есен болыңыздар. Не істесеңіздер де сәттілік болсын. Ойлап жүрген тілектеріңіз қабыл болсын, амандықта болайық дегенде. Сау болыңыздар.